Сәлем достар, бүгін осындай сіздермен фаршированный перец жасайтын боламыз. Дайындалуы өте оңай әрі өте дәмді. Ол үшін бізге керегі осындай болгар бұрыштары. Біз өзіміз егеміз. Бақшаныкі осылай барып теріп алдым. Біздің отбасыға осынша жетеді деп примерно көз мөлшермен санап есептеп алдым да. Соны жақсылап жуып алдым. Біз бұған міндетті түрде және сорпа дайындайтын боламыз. Және сорпаның бетіне салып қайнатамыз. Жалғыз өзін буға пісірмейтін боламыз. Пияз осылай қуырып алдым, картоп салдым. Одан кейін барып томат салдым. Жақсылап араластырып қуыра бастадым. Помидор турап салдым. Помидор да біздің футболдыңқы домашний. Тұз салдым. Және де су құйдым. Егер сіздер томатный сокпен істесеңіздер де күшті болады. Осындай сиыр етін жақсылап өткізіп алып, күрішті біраз уақыт бойы суға салып алуды ұмытпаңыздар. Себебі күріш қатты болып қалуы мүмкін. Осылай есептеп салдым фаршты. Үстінен пиязым айдалып турап, оны салдым. Сосын помидор салдым. Кішкене тұз. Мен осындай китайский приправа қосамын. Өз қалауларыңызға байланысты. Қосам десеңіздер де, қоспайым десеңіздер де өз еріктеріңіз. Кішкене қара бұрыш салуды жөн санадым. Және міндетті түрде сұйық май құйып, осылай араластырдым да. Тазалап жуылған болгар бұрышының ішіне сала бастадым. Прям осындай көк болгар бұрышы күшті болып шығады ғой, ал қызылдары езіліп немесе жұмсарып кетуі мүмкін. Осыларды қайнап тұрған қазанымызға саламыз. Осылай салып бетін жауып қоямыз. Бұл қайнаған кезде астын кішкене төмендетіп қоямыз. Примерно 40 минутқа жетпей дайын болады. Дәмі өте күшті, жұмсақ. Сорпамен берсеңіздер де, өзін алып берсеңіздер де прям өтіп кететін тамақ қой. Бізге ас болсын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Пікір қалдырыңыздар, қолдаңыздар.